Ассалаумағалейкум, қадірменді халайық. Мен тағы да бір осы бір айтайын деген мынау ұлттық тәрбие туралы, мынау қазақи ұлттық тәрбие туралы біраз айту керек еді деп өзім ойлаймын. Енді ол туралы енді айтылып та жатыр, енді теледидардан да, газет беттерінен де, мынау сайттарымызда, мынау интернеттегі түгелі көп мақалалар жарияланды. Мен айтайын деген мына осы өзіміздің ұлтымыздың, мынау қандастарымыздың қазіргі өсіп келе жатқан жаңа ұрпақ, жаңа жастарымыздың тәрбиесі туралы. Мен енді байқағаным осы, меніңше осы өзіміздің қандастарымызды, балаларымызды, келесі ұрпақтарымызды қазақ мектептеріне оқытқанымыз абзал сияқты. Өйткені қарап жүрмін өзім, қазір кейде салыстырып та қоямын былай, іштей қазақ мектебін бітірген балалармен, жасөспірім балалармен және орыс мектебін бітірген өзіміздің қандастарымыздың армашылығы жер мен көктей болып маған көрінеді. Өйткені сыйластықтың аты сыйластық. Мынау қазақ мектебін бітірген балаларымыз мәдениеті жоғарылау болып көрінеді маған. Үлкендерге деген көзқарасы, сыйластығы, тәрбиесі, мынау орыс мектебін бітірген өзіміздің қазақтың балаларына қарағанда жоғарылау болады. Бұл енді менің ойымша. Ал енді орыс мектебін бітірген енді балаларды көріп жүрміз, жасөспірім, жас ұрпақты. Олар енді тәрбиесі басқаша. Үлкен адамға сен деп айтады. Мұндай, мысалы, қоғамдық көлік орындарында, мысалы, орын бермейді үлкен адамдарға, өздері отырып, мысалы, көрмегенсіп отыра береді. Ал енді қазақ мектебін бітірген балаларды айтсақ, олардың тәрбиесі бірнеше саты жоғары. Көріп жүрміз, үлкенді үлкен деп сыйлап, қоғамдық көлік орындарында үлкен адамдарға орнын беріп, сыйлап, ағаға аға, үлкендерге апа деп, әже деп, мысалы, айтқан сөйлегендеріне қарағанда, меніңше сол қазақ мектебін беретін тәрбиесі өте жоғары сияқты маған. Сол айтайын деген, сол бір-екі сөз. Ал жарайды, тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.